Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Қалдарыңыз қалай? Так, байланыс тексеріп жіберейік. Дауысым естіліп тұр ма? Мына тақтадағы жазу көрініп тұр ма? Қайырлы кеш. Ардақты аналарымыз, ару жандарды мерекелермен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар. Алға қойған мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындалсын. Баспаналы болыңыздар. Керемет, бәрі көрініп естіліп тұр. Тамаша. Так, 1-2 минут күтейік, тағы оқырмандар қосылсын эфирге. Тамаша. Бүгін тақырып, бірінші тақырып ол 7-20-25, одан кейін үлескер болып үй алу жайлы, цифрлық ипотека, одан кейін одобрение алуға 5 қадам. Осы тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жақсы, ендеше мен комментарийді өшіремін. Комментарийді өшіріп эфирімізді бастаймыз. Ал, құрметті оқырмандар, бүгін бірінші тақырып ол 7-20-25 бағдарламасы туралы болмақ. 7-20-25 аты айтып тұрғандай, 7 ол бізде 7% жылдық үстемақы. Яғни банк сіздерге 7% жылдық үстемақымен несие беретін болады. Бұл банктың процент болады. 20 дегеніміз ол жаңағы 20% бастапқы жарна, БЖ деп қойын. Яғни сіздер 20% бастапқы жарнамен баспаналы болуға мүмкіндік бар. 25 деп отырғанымыз ол 25 жыл. Яғни несиенің максималды мерзімі 25 жыл. 25 жылға дейін жаңағы сіздер осы несие 7-20-25 бағдарламасы бойынша несие ала аласыздар. Енді 7-20-25 бойынша жазып қойыңыздар, білмейтіндер болса, тек жаңа үй. Жаңа үй ол бізде первичка. Яғни сіздер 7-20-25 бағдарламасымен құрылыс компаниясынан тікелей жаңа үй аласыздар. Бұл жерде көптеген жаңағы оқырмандарда сұрақ туындап жатады. Жаңа үй алғанда бұл нешінші жылы салынып біту керек? Салынған жылы ол маңызды емес. 21-ші жыл, 20-ші жыл, 19-ші жыл. Тек сіздер құрылыс компаниясынан жаңа үйді алып, үйдің бірінші иесі сіздер болатын болсаңыздар, ол бізде жаңағы первичка, яғни бірінші нарықтан жаңа үй болып саналады. Бұл бағдарлама бойынша максималды сома 25 миллион теңге, ол жаңағы үлкен қалаларда. Жаңағы Алматы, одан кейін Астана, Шымкент сияқты, 20 миллион ол бізде жаңағы Қарағанды облысы, солар. Өзге аймақтар енді бізде жаңағы 15 миллион теңгеге дейін болады үйдің бағасы. Бұл жерде мысалға егер енді Алматы, Астана қаласында, жаңа Шымкент қаласында да үйлер қымбат болады. Егер үйдің бағасы 30-35 миллион болып жатса, үстінен разница дейді ғой. Мысалға сіздер банк сіздерге максимально бұл бағдарлама бойынша 25 миллион теңгенің үйін қарастыруға мүмкіндік береді. 5 миллион сіздердің бастапқы жарналарыңыз, банк 20 миллион береді. Егер үйдің бағасы 30 миллион болса, тағы да үстінен 5 миллионды қосасыз, сол кезде сіздердің бастапқы жарналарыңыз 10 миллион теңге болады. Енді бұл бағдарлама бойынша жаңағы бұл бағдарлама бірден айтып кетейін, отбасы банкте жоқ, басқа екінші деңгейлі банктерде, ол бізде жаңағы Халық банк, Банк Центр кредит,
Одан кейін жаңағы Freedom Finance банкінде бар, РБК, Алтын, жаңағы Жусан, яғни 7-8 екінші деңгейлі банкте бар. Бұл бағдарлама бүкіл осы банктердің барлығында проценті шарты бірдей. Жаңағы бұл бағдарламаның тағы бір ең басты талабы ол сіздер міндетті түрде сіздің атыңызда үйдің үлесі болмау керек. Яғни жазып қойыңыздар, атыңызда үй болмау керек. Үй болмау керек. Бұл атыңызда үй болмау керек 5 жыл, соңғы 4 жыл, соңғы 3 жыл емес, на момент подачи заявки дейді. Яғни ипотекаға өтінім беретін кезде атыңызда үй болмаса болды. Мысалы, сіздің атыңызда үй бар, 7-20-25 үй алатын болсаңыз, ол үйді через нотариус басқа бір адамның атына аударып, туысыңыздың, одан кейін 7-20-25 бойынша өтінім бере берсеңіз болады. Және бұл бағдарлама бойынша сіздер міндетті түрде төлем қабілеттілікті, яғни табыс көзін растауларыңыз керек. Пенсионкаға қарайды міндетті түрде. Одан кейін, егер сіздер жеке кәсіпкер болсаңыздар, сіздердің декларациядағы соңғы 2 жылдық табысына қарайтын болады. Сондықтан міндетті түрде төлем қабілеттілікті растау керек. Енді 7-20-25 пен жаңағы ипотека рәсімдеу үшін міндетті түрде үйдің акт ввода в эксплуатацию, яғни үй қолданысқа берілу керек, техпаспорты болу керек. Енді көп жағдайда салынып жатқан үйлердің техпаспорты болмайды. Ол кезде сіздер не істейсіздер? Осы 20% немесе құрылыс компаниясының жаңа талабына байланысты 30-40% бастапқы жарнаны сіздер құрылыс компаниясына құйып, құрылыс компаниясымен предварительный договор купля-продажа дейді, алдын ала келісімшартқа отырасыздар. Сөйтіп, жаңағы үй салынып біткен кезде бірақ 7-20-25 бағдарламасымен рәсімдеуге мүмкіндік болады. Осы кезде, осы орайда мен бір лайфхак дейді ғой, бір тамаша мүмкіндік. Яғни кімде егер пенсионка жоқ, жаңағы табыс көзін растай алмайды, бірақ сол 20% бастапқы жарнасы бар, 30% бастапқы жарнасы бар, 7-20-25 бағдарламасы бойынша. Олар былай істей алады. 7-20-25 бойынша құрылыс компанияларын аралап, жаңағы сіздер алатын пәтердің тұрғын үй кешенінің салынып бітетін уақытта, мысалға жаңағы тамыз, қыркүйек айына дайын болатын болып жатса, 20%-ды құйып қойып, оған дейін сіздер өздеріңіздің табыстарыңызды заңдастырып, яғни кім неофициально жұмыс істеп жүр, 6 ай пенсионкаңызды жүргізіп, үлгерсеңіздер болады, как раз үйдің документ дайын болады. Сол кезде сіздер жаңа 7-20-25 пен ипотека рәсімдеп үлгере аласыздар. 7-20-25 бағдарламасы бойынша енді тағы айта кететінім, бұл жерде егер сіздер біреуде гарант болып тұрсаңыз, мысалға біреу үй алып, соған гарант болып тұрсаңыз, 7-20-25 бағдарламасына өтінім бере алмайсыздар. Яғни кредитіңіз болса болады, бірақ гарант болсаңыздар 7-20-25 бағдарламасымен үй ала алмайсыздар. Енді 7-20-25 бағдарламасына тағы қоса кетерім, бұл жерде көп оқырмандар енді үй таба алмай жатады. Неге? Өйткені көп құрылыс компаниялары 7-20-25 пен үй бермейді. Бұл жерде айта кететінім, жаңағы сіздер құрылыс компаниясының 7-20-25 пен алатын болсаңыздар, бастапқыда 20%-ын ғана құясыздар ғой. 20%-ын құйғандықтан, ал құрылыс компаниясы көбінесе BI, жаңағы базис сияқты үлкен құрылыс компаниялар, олар бірден 100% ақшасын алғысы келеді. Даже үйдің документтері дайын болмаса да, көбісі жаңағы 100% төлем төлеп алып жатады. Сондықтан 7-20-25 бағдарламасымен бермейді. Енді 7-20-25 бағдарламасынан көп сұрап жатады, айлық қанша болу керек? Айлық бұлай істеу керек. Айлықты өз формуласы, яғни айлық тең жаңағы ипотека бойынша айлық төлем, ипотека бойынша айлық төлем. Мысалға, айына 100 мың ба, дәулеттен кезет калькуляторына есептесеңіздер болады. Жаңағы көбейтілген 2 болу керек. Сонда қалай? Екінші деңгейлер банктердің талабы бойынша сіздің жаңағы ипотека бойынша айлық төлеміңіз жалақыңыздың 50%-нан асып кетпеу керек. Мысалға, сіз егер 7-20-25 бойынша айлық төлеміңіз 155 мың теңге болса, айлығыңыз кем дегенде 310 мың теңге болады. Соны ескеріңіздер міндетті түрде. Одан кейін
7-20-25 бағдарламасынан жаңағы тек қана бірінші нарықтан акт ввода в эксплуатацию болу керек деп айттым, иә. Міндетті түрде сіздер егер құрылыс компаниясынан сұрайтын болсаңыздар, жаңағы акт ввода в эксплуатацию ол міндетті түрде болу керек. Енді бұл жерде бірден жаңағы үлескер болу туралы. Яғни сіздер егер 7-20-25 бағдарламасы бойынша дайын документпен үй таба алмасаңыздар, сіздер не істейсіздер? Сіздер үлескер болып табыласыздар. Үлескер болып алу үшін 7-20-25 бағдарламасының, ол жаңағы сіздерге бірінші шарттарын айтайын. Бірінші, сіздер ең бірінші кезекте сіздер банктен алдын ала мақұлдау, предварительное одобрение алуыңыз керек. Предварительное одобрение ол жаңағы сіздің несиелік тарихыңызбен, сіздің айлық табысыңызбен қанша миллион теңге банк одобрить етеді 7-20-25 бағдарламасы бойынша. Бағанағы айтылған кез келген екінші деңгейлік банкке барып 7-20-25 бойынша предварительное одобрение аласыздар. Одан кейін сіздер не істейсіздер? Сіздер үй іздейсіздер. Енді жаңағы үй іздеген кезде дайын документпен үй болмаса, сіздер үлескер боласыздар. Үлескер дегеніміз не? Үлескер егер салынып жатқан үйге, жаңағы документ дайын болмай салынып кетпей жатқан үйге сіз өзіңіздің үлесіңізді, қаражатыңызды қосып, жаңағы құрылыс компаниясымен келісімшарт жасайтын болсаңыз, сіз автоматически кім боласыз? Үлескер боласыздар. Үлескер боласыздар, мысалға 20%-ын құясыздар, 30%-ын құясыздар, одан кейін сіздерге айтады, үй жаңағы жаз айының, мысалға шілде айында дайын болады десе, сіздер тек қана сол шілде айында документі дайын болған кезде сіздер банкке барасыздар. Банкке барып, уже өтінім бересіздер. Өтінім 7-20-25 бағдарламасына. Одан кейін міндетті түрде мынандай этапты жасамастан бұрын сіздер үлескер болғанда сіздер құрылыс компаниясына құр қаражатқа құйып кете бермейсіз ғой. Сіз ол құрылыс компаниясымен келісімшарт жасайсыз. Келісімшарт жасағанда міндетті түрде мұқият оқып шығу керек. Ең бірінші ол обязанности сторон деген. Егер сіздер мысалға мына жерде үлескер болып, одан кейін банкке өтінім бергенде сіздерге отказ келсе, сіздің қаражатыңыз не болмақ? Сол туралы. Көп құрылыс компаниясы белгілі бір пайызын ұстап қалады. Кейбіреулері бір жаңағы белгілі бір бастапқы жарнаның белгілі бір мөлшерін ұстап қалады, соны ескеріңіздер. Ал кейбір құрылыс компанияларында переуступка деген бар. Переуступка договора деген бар. Бұл дегеніміз не? Переуступка договора дегеніміз, сіз егер сізге отказ келіп жатса, сіз өзіңіздің туысқаныңыз немесе үшінші біреуге жаңағы өзіңіздің келісім шартыңызды соған уступать етіп, табыстап, сол арқылы алуға мүмкіндік болады. Не болмаса сізге отказ шығып жатса, сіз переуступка жасап, жаңағы өзіңіздің келісім шартыңызды сатып жіберіп, мүмкін даже үстінен пайда көруге де болады. Өйткені сіздер үлескер болған кезде үйдің бағасы басқа, ал жаңағы үйдің документі дайын болған кезде уже үйдің бағасы жаңағы өсіп кетеді. Сондықтан міндетті түрде осы переуступка договора бар ма сұраңыздар. Енді бұл жерде үлескер туралы тақырып, үлескер деген қалай? Біз құрылыс компаниясын қалай таңдаймыз? Ертең алданып қалмаймыз ба? Неге мән беру керек деген сұрақтар өте жиі келеді маған. Бұл жерде үлескер болып үй алу. Үлескерлік. Жаңа үлескердің кім екенін айтып кеттім. Үлескер болып үй алу үшін ең бірінші кезекте 2016 жылдың сәуірінде бекітілген закон о долевом участии жилищного строительства деген бар. Осы заңда 42 статья бар, міндетті түрде оқысыңыздар, кім үлескер болады. Енді былай қысқаша мазмұнына келіп тоқталсақ, негізі үлескер болып 3 жағдайда рұқсат етілген. Ол бірінші жағдай, егер жаңағы салынып жатқан құрылыс объектісінің КЖК кепілдігі,
ЖК. Бұл бұрынғы ФГЖС. Яғни ФГЖС болса, сіздер қорықпай үлескер бола беруге мүмкіндік бар. Одан кейін екінші, ол жаңағы әкімдіктен рұқсатнамасы. Разрешение на привлечение денег дольщиков дейді. На привлечение денег дольщиков. Просто қазақша айтсам ертең сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін, өйткені бүкіл документация бұл жаңа үлестік келісімшарт жасайтын болсаңыздар, осындай терминдар болады да. От местного исполнительного органа, яғни жергілікті әкімдіктен міндетті түрде жаңағы құрылыстарды, яғни үлескерлерден ақша тартуға рұқсатнамасы болу керек. Бұл көп жағдайда жаңағы құрылыс компаниясы өзінің қаражаты есебінен жаңа салынып жатқан тұрғын үй кешенінің қаңқасын, яғни қабырғасын тұрғызған кезде осы жергілікті әкімдіктен рұқсатнама алады. Бұл рұқсатнама алғанда мына жерде де, осы жерде де жаңағы регистрация номері, датасы тұрады. Осының барлығын жаңа ЕГОВтан мысалға тексерсеңіздер болады. Үшінші, ол енді бұл редко, но болады жаңағы проект с банком второго уровня. Яғни екінші деңгейлі банктердің біреуімен жаңағы серіктестік болып, яғни ол екінші деңгейлі банк осы құрылысты қаражаттандырамыз, қаражат береміз деген келісім болған жағдайда сіздер үлескер бола аласыздар. Осының барлығында, яғни осы үш пункттің біреуі болып жатса, құрылыс компаниясында үлескер сенімді түрде үлескер бола беруге болады. Және сіздер үлескер болған кезде сіздер не жасайсыздар? Осы үш пункт болғанда ДДУ дегеніміз договор долевого участия. Үлестік келісімшартын жасайсыздар. Осы үш рұқсатнама міндетті түрде біреуі болса, сіздер сенімді түрде тағы да айтамын, үлескер бола аласыздар. Енді үлескер болғанның плюсы неде? Плюсы ол әрине үйдің бағасы жағынан ұтасыздар. Көбінесе жаңа котлован кезінде салынып жатқан, қабырғасы енді көтеріліп жатқан үйлерден алатын болсаңыздар, әрине баға бірінші. Өйткені әрбір этаж салынған сайын, әрбір жаңағы жөндеу жұмысы жүргізілген сайын үйдің бағасы өседі. Ол міндетті түрде. Және бізде инфляция бар, жаңа инфляция недвижимости деген бар, яғни тұрғын үй бағасының үйге ақшаның, теңгенің тұрғын үй бағасына қарағанда құнсыздану. Осы барлық факторларды ескерсек, негізі өте тиімді. Енді бұл жерде сұрақ 7.20-25 алған алайын деп жатқандар көбінесе мынандай. ПДКП, предварительный договор купля-продажи. Одан кейін предварительный договор бронирования. Осындай или договор бронирования деген келісімшарттарға жолыққан болар. Бұлар негізінде заң жүзінде, егер мына заңнаманы оқитын болса, мына договорлар жаңағы қалай айтсам болады, заңмен қорғалмаған. Бұл договорлар негізі жарамайды. Бірақ Қазақстан нарығында қазір көп келісімшарттар өкінішке орай әрине осы келісімшарттармен жүзеге асып жатыр. Енді сіздер үлескер болайын деп жатсыз. Ол үлескер болатын жаңа құрылыс компаниясында ФГЖС жоқ, жаңағы жергілікті әкімдіктен рұқсатнама жоқ, үлескерлердің ақшасын тартуға. Немесе екінші деңгейлі банкпен бір серіктестік жоқ болған жағдайда сіздер предварительный договор купля-продажи, предварительный договор бронирования жасауыңыз мүмкін. Енді бұл жағдайда негізінде жауапкершілік сіздің мойныңызға жүктеледі. Енді басқа вариант жоқ болса, онда осы келісімшарттарды енді жасайсыз. Өйткені халықтың басым бөлігі осы келісімшартпен, даже BI базистарда осы келісімшартпен жаңағы үйлерін сатып жатыр. Енді осы үш не орындалмаған талап, предварительный договор купля-продажи, договор бронирования жасайын деп жатса, неге мән беру керек? Осы жайлы толығымен осыған тоқталып кетейін. Енді сіздер құрылыс компаниясымен жаңағы ПДКП договор бронирования жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде сіздер бірінші құрылыс компаниясының жаңағы құжаттарын тексеруіңіз керек.
құжаттарын тексеруіміз керек. Ол бізде жаңағы госрегистрация, ол действительно құрылыс компаниясы ма, қайдағы бір кооператив емес па, одан кейін устав міндетті түрде қаралады. Осыны тексересіздер, жаңа бүкіл учредительский документтердің барлығын тексересіздер. Одан кейін екінші, ол жаңағы әкімдіктен үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат болмаса да, міндетті түрде әкімдіктен құрылысқа рұқсат болу керек. Яғни разрешение на строительство. Яғни құрылысқа міндетті түрде рұқсаты болу керек. Ол акиматтан. От акимата. От акимата деп жазып қойып. Яғни жергілікті әкімдіктен міндетті түрде рұқсаты болу керек құрылысқа. Жаңағы мынандай объектке, осындай көше бойынан, осындай жаңағы тұрғын үй кешеніне құрылыс салуға рұқсат береміз деген. Міндетті түрде салуыңыз керек. Сіздер келісімшарт жасайтын болсаңыздар, осы құжатты міндетті түрде сізге көрсетуі керек. Енді ол үй салынып жатыр. Енді ол аспанға, жаңа ауаға салынып жатқан жоқ. Ол белгілі бір жер учаскесіне салынып жатыр. Яғни ол жер учаскесіне документі міндетті түрде болу керек. Яғни жер учаскесіне деп қойып, қазақшасын. Жер учаскесіне құжаты болу керек міндетті түрде. Ол жаңағы болуы мүмкін договор купли-продажи, госакт бола, міндетті түрде сіздерге құжатын жаңағы көрсету керек. Ең басты талап ететін осы үш документті міндетті түрде жазып алыңыздар. Комментарийді бір қосып байланыс тексеріп жіберейік. Құрметті. Осылай кішкене жақындатасың ау деймін, өйткені алыстан көрінбейді. Өстіп сөйлеген кезде, жазған кезде жақындатып. Оқырмандар, комментарийге қалдырып кетіңіздер, түсінікті ма, көрініп тұр ма, естіліп тұр ма? Так, комментарий күтем оқырмандар. Комментарий қосылып тұр ғой, иә? Комментарий қосылмай тұрған сияқты өшіріп қайттан бір қосайын. Тек қана подпискалар көрініп тұр. Вопросы. Комментарий шықпай тұрмаған. Так, экранды аударайық. Құрметті оқырмандар, комментарий жазылмай тұр ғой деймін, иә? Так, естіліп тұр дейді, иә? Вопросы деген жерге жазып кетейік, сонда комментарий көрінбей тұр. Вопросы деген жерге естіліп көрініп тұр ма?
жақсы көрінеді, естіледі, иә. Жас комментарийді өшірдің, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Міне былай жақындатып, осылай аласың ғой, жасың кез. Сосын мен сөйлеген кезде мен тұрмын боласың. Енді осы талапты, осы құжаттарды тексердіңіз. Одан кейін сіздер не айтады? Жаңағы құрылыс компаниясы, енді сіз жаңа құрылыс компаниясының өзінің шартына байланысты сізбен договор, предварительный договор бронирования, одан кейін предварительный договор купля-продажи жасауды ұсынады. Сол кезде сіздер міндетті түрде жаңағы құжатта не жазылып тұрған мән беретін пункттарды айтайын. Ол бірінші, сіздер міндетті түрде реквизиттарын тексеруіңіз керек. Яғни реквизит құрылыс компаниясының юридический адрес дейді ғой, заңда адресі, жаңағы бені, одан кейін счеты, барлығы құрылыс компаниясының счеты болу керек. Ертең сіздер үй алатын болсаңыздар, сол құрылыс компаниясының счетына ақша аударасыздар. Сондықтан ешкімнің Каспий Голды ондай болмау керек. Сіздер міндетті түрде құрылыс компаниясының реквизитіне ақшаны аударуларыңыз керек. Одан кейін міндетті түрде жазылу керек ол бағасы. Мысалға былай болуы мүмкін. Сіздер егер 20%-ын құйып алатын болсаңыздар, жаңағы мысалы 4 миллион теңгесі 4 миллион 100, остаток 80% деп тұрады, одан кейін после ввода в эксплуатацию дейді, яғни үй қолданысқа берілгенде 80%-ын құясыз деген сияқты. Немесе 100% оплата тұру керек. Бағасы міндетті түрде. Одан кейін сіздер жаңа пәтер номері тұру керек, этажы тұру керек, одан кейін квадратурасы бекітілу керек, барлығы шаршы метрі дейін, шаршы метрі осы жаңағы келісімшартта болу керек, міндетті түрде. Қараңыздар, одан кейін төртінші, егер құрылыс компаниясымен жаңа келісімшарт жасайтын болсаңыздар, ол келісімшартта үйдің қолданысқа берілетін мерзімі тұрады. Кейбіреулер кварталмен көрсетеді, кейбіреулер аймен көрсетеді. Мысалға 2022 жыл жаңа 3-ші квартал деп тұруы мүмкін. Не болмаса жаңағы апрель деп, яғни осындай мерзімі болу керек. Мерзім деп қой. Осы мерзімді міндетті түрде қадағалаңыздар, өйткені сіздер уже біреулеріңіз керек қашан үй қолданысқа беріледі. Тем более ипотекаға алатын болсаңыздар, бұл мерзім міндетті түрде белгілену керек. Одан кейін көп оқырмандар сұрап жатады, 7-20-25 бағдарламасы қашан тоқтайды деп. 7-20-25 бағдарламасы, бұл бағдарлама негізі үлкен баспана деген проект 2018 жылы ашылған. 2018 жылы екі бағдарлама болған. Ол екінші нарық үшін баспана хит бағдарламасы, бірінші нарық үшін жаңа 7-20-25. Баспана хит бағдарламасына 600 миллиард теңге бөлінді, ол игерілді. Баспана хит бағдарламасы жоқ. Ал 7-20-25 бағдарламасына 1 триллион қаражат бөлінген. 1 триллион қаражаттың қазіргі уақытта 600 миллиард теңгесі игерілген 2018 жылдан бастап, сонда қалды 400 миллиард. Енді жобамен, мөлшермен ешкім сіздерге нақты мерзімін айта алмайды, но жобамен осы жылдың аяғына дейін жалғасады. Сондықтан 7-20-25 бағдарламасымен үй алатын болып жатсаңыздар, жыл айтылына дейді ғой, орысша айтқанда, август-сентябрь айынан кейін дайын болатын үйлерде енді кішкене риск бар, бағдарлама жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан август-сентябрь болатын үйге сіздер бронь жасап, предварительный договор купля-продажа жасап, үлескер болсаңыздар болады. Ал енді октябрь, ноябрь, декабрь дайын болады деген үйден енді кішкене риск бар. Одан кейін былай ғой, енді көп құрылыс компаниясы уақытында сала береді, плюс-минус 1-2 ай кешіктіруі мүмкін. Сондықтан ескеріңіздер. Мысалға ноябрь деп, жаңа декабрь, январда қолданысқа беріп қалуы мүмкін. Сондықтан ескеру керек міндетті түрде. Сондықтан жаңа қолданысқа берілетін мерзімі міндетті түрде жазылады. Одан кейін міндетті түрде гарантийный срок болу керек. Гарантия деп қойды. Бұл не гарантия дегеніміз? Жаңағы қолданысқа беріп, акт прием передача жасап,
сіз үйді өзіңізге, жеке меншігіңізге алғаннан кейін құрылыс компаниясы гарантия мөлшермен енді 1-2 жылдай гарантия береді. Яғни қандай да бір жағдай болып, дефектілер болып, жаңа труба енді құдай сақтасын, бір нәрсе жарылып жатқан кезде құрылыс компаниясы өз қаражаты есебінен жөндеу керек. Сондықтан міндетті түрде гарантия сұраңыздар, гарантия болу керек. Как минимум жоқ дегенде 1 жыл болу керек. Өйткені жаңадан салынып жатқан үй оны білмейді. Мысалға, даже Мақтаулы Биайдың үйінен де жаңағы недостачалар шығып қалған. Сондықтан гарантияны міндетті түрде талап етіңіздер, егер үлескер болып үй алатын болсаңыздар. Одан кейін бағанағы айтып кеткен міндетті түрде келісімшартта обязанности сторон. Яғни сіздер төлемді кешіктіргенде қанша пайыз, қандай пеня қосылады. Одан кейін сіз өзіңіздің жаңағы міндеттемелеріңізді орындай алмай қалғанда, мысалға үлескер болдыңыз, 20-30%-ын қойдыңыз, банктен отказ келіп жатқанда, жаңағы сіздің құйған бастапқы жарнаңыздан қанша сома ұсталынып қалатыны. Кейбір құрылыс компаниялар ұстамайтындар да бар. Соны міндетті түрде қарап шығыңыздар, міндетті түрде болу керек, сауатты болыңыздар. Бірінші кезекте бұл өте мынандай жаңағы қалай айтсам екен, өте жауапкершілігі мол. Өйткені сіздің қаражатыңыз, сіз үлескер болып жатсыз. Пока ол үй жоқ, қолданысқа берілмеді, сондықтан міндетті түрде документация жағынан, құжат жағынан, тіптен егер өздеріңіз законды түсінбеймін, оқи алмаймын, түсіне алмаймын десеңіздер, юрист по недвижимости дегендер бар, иә. Жаңағы или басқа бір юристтермен барып, сол келісімшартты оқытып, сөйтіп келісімшарт жасаған жөн болады. Өйткені көбісі маған консультацияға да келіп жатады, предварительный договор купля-продажа жасайды да, содан кейін мен не істеймін ары қарай, дұрыс жасадым ба дейді. Ақшаны құйып келсең уже поздно. Ақшаны құймай тұрып ойлану керек. Одан кейін сіздер енді предварительный договор купля-продажи, жаңағы предварительный договор бронирование жасайтын болып жатсаңыздар, бағана айтып кеттім, 100% мемлекет тарапынан жаңағы қорғалмаған риск бар. Жаңағы тәуекелді өз мойныңызға аласыз. Сондықтан міндетті түрде құрылыс компаниясы нарықта қанша жыл, қандай тұрғын үй кешендерін салды, уақытында бітіре ма, жоқ па, жаңа бұрынғы тұрғын үй кешендерін қай уақытта бітірді, барлығына назар аударып, құрылыс компаниясын зерттеңіздер. Қазір интернет дамыған заман, сондықтан бүкіл ақпаратты жаңағы интернеттен алсаңыздар болады. Енді үлескер болып негізі бұл үлкен тақырып, енді қысқаша кіріспе, бір маңызды жерлері осы болады. Міндетті түрде мына заңды оқып шығыңыздар. Жақсы. Так, комментарийді көрейікші, тағы қосып. Бәрін жазып түсіндіріп жатырмын, естіліп жатырмыз. Так, комментарий қосып көрейік. Қосылмады, Так, вопросы деген жерге жазып кетіңіздер, оқырмандар. Естіліп тұр дейді. Так, включить. Көрініп тұр, естіліп тұр дейді соңғы сұрақтар. Керемет, Жақсы, сонда жалғастыра берейік. Міне комментарийлер шықты. Эфир сақталатын міндетті түрде. Мен сіздер арқылы үлескер болдым, сенімді ғой деймін. Енді біз тек қана сенімді құрылыс компанияларын таңдаймыз, сондықтан уайымдамаңыз. Жақсы, барлығы естіліп көрініп тұрса, біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Так, комментарийді өшірейін. Енді өте бір тамаша продукция айтайын. Білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Ол бізде Freedom Finance.
Freedom Finance деген бұрынғы Кастанова банкі, қазір Freedom Finance деп аталады. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, бұл банктың бір ерекшелігі басқа банктермен салыстырған түрде ол әрине барлығы онлайн түрде жүзеге асады. Үйді бағалау оценкасы да онлайн, өтінім беру де онлайн, одобрение алу да онлайн. Яғни сіздер менеджермен тікелей қатынаспайсыздар. Freedom Finance'да негізі ол екі продукт, яғни екі бағдарлама бар. Бағана бірінші айтып кеткендей 7-20-25 бағдарламасы бар. Шарттарын түсіндіріп кеттім сіздерге. Бұл жерден сіздер егер 7-20-25 бағдарламасымен ие алуға ниетті болсаңыздар, онлайн заявка жіберсеңіздер болады. Енді Freedom Finance'ның жаңа сайтын сіздерге жазып кетейін. Так, Freedom Finance'ның сайты ол бізде bankfin.kz сайты. bankfin.kz сайты. Осы сайт арқылы кіретін болсаңыздар, міне мен қазір түсірейік. Міне банкфин сайтына кірдім. Так. Міне 7-20-25 бағдарламасы көрініп тұр, е? Бассаңыз, міне 7-20-25 пен расчет жасап получить одобрением бассаңыздар, сіздер үйдің бағасын, бастапқы жарнаңызды енгізесіздер, одан кейін қалаңызды таңдайсыздар, е, мына жерден. Сөйтіп сіздер өтінім берсеңіздер болады. Бұл 7-20-25 бағдарламасы бойынша. Енді екінші сіздерге айта кететінім, ол мына жерде міне 7-20-25 вторичное жилье деген бар. Яғни екінші нарықтан пәтер алатын болып жатсаңыздар, цифрлық ипотека, цифровая ипотека. Цифрлық ипотеканы қарастырсаңыздар болады. Бұл цифрлық ипотека бойынша сіздердің бастапқы жарналарыңыз ол үйдің 20%, алатын үйдің 20% бастапқы жарна болып саналады. 20% бастапқы жарна. Және сіздер жылдық үстемақысы бұл жерде 16%-дан бастап. Жылдық мөлшерлеме 16%-дан бастап. Неге бастап? Өйткені бұл жерде скоринг шешеді. Сіздер жаңа ипотекаға өтінім бересіздер, минимум 16% немесе одан да жоғары пайызмен сіздерге жаңағы ипотеканың жылдық мөлшерлемесін есептеп береді. Бұл бойынша тек қана вторичка, яғни қайталама нарықтан үйді ғана ала аласыздар. Вторичка бағасы максимальный, бағасы 200 миллион теңгеге дейін үйді қарастыруға мүмкіндік бар. Бұл ипотекалық бағдарлама бүкіл үлкен қалаларда бар. Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Ақтау деген сияқты үлкен қалалардың барлығында бар. Өздеріңіз өз қалаларыңызды жаңағы сайтқа, көрсетілген сайтқа кіріп көрсеңіздер болады. Бұл бағдарлама бойынша үйдің жылы 1965 жылдан бастап алу керек. Және вторичка деп айттым ғой, бұл жерде тек қана пәтер ала аласыздар. Яғни квартира, жер үй қарастырмайды. 1965 жылдан бері үй шаршы метрі, яғни квадратура 29 шаршы метрден көп болу керек. Яғни көп 65-тен жаңағы кіші осындай талаптары бар. Цифрлық ипотека ол барлығы жаңа искусственный интеллект дейді. Сол арқылы сіздерге пайыз жылдық мөлшерлеме, өзіңіздің қанша миллион одобрить етеді, барлығын онлайн заявка беріп көре аласыздар. Және цифрлық ипотекамен енді айта кетейін, екінші нарықтан үй қарастыруға болады, одан кейін BI Group компаниясының үйлерінде осы цифрлық ипотека бағдарламасымен алуға мүмкіндік бар. Freedom Finance осы. Сондықтан 7-20-25 міне өте тамаша мүмкіндік, үйден шықпай жаңағы алдын ала мақұлдау алуға болады. Яғни предварительное одобрение дейді ғой. Соны алуға мүмкіндік бар. Енді жазып алсаңыздар, мен мынаны өшіре берейін. Эфир сақталады, егер кім жазып үлгермесе, міндетті түрде қайтадан көріп жазып алсаңыздар болады.
Енді одобрение алуға 5 қадам. Одобрение алу үшін не болу керек? Қандай жағдайда банктен отказ келеді деп, көп жаңағы сондай сауалдар туындап жатады. Енді сол туралы айтып кетейін. Мына банк фильмді өшіре салайын мына жерден. Так. Одобрение. Одобрение деп қой. Ең бірінші одобрение алу үшін сіздерде несиелік тарих жақсы болу керек. Мында плюс тақпай. Несиелік тарихыңыз құртылмаған болу керек. Бірақ құртылған болып жатса да, сіздер несиелік тарихтарыңызды жақсы қаласыздар. Ол үшін не керек? Ол үшін уақыт керек. Несиелік тарихта жаңағы сіздер бірінші кезекте просрочка, действующий просрочка, яғни сіздің қазір бір кешіктірілген кредиттарыңыз болмау керек. Одан кейін міндетті түрде жаңағы несиелік тарихта қайдан қарайды? Ол ПКБ-дан қарайды, первый кредитный бюро деген жерден, сол жерден сіздің персональный кредитный отчетыңызға қарайды, сол жерде просрочкаға қарайды. Сондықтан ол жақта просрочка соңғы 5 жыл көрді. Соңғы 5 жыл сіздің несиелік тарихыңыз сақталады. Кімде 5 жылдан бұрын просрочкалар болды, енді олар аса қатты алаңдамаса болады. 5 жыл ішінде просрочка бар ма, уже ол негативно болады. Бірақ әр банктер әр қалай. Мысалы, отбасы банк, сіз егер несиелік просрочкаңыз жапқанына бір жарты жыл, 1 жыл уақыт болса, отбасы банк арқылы өтінім берсеңіздер болады. Басқа екінші деңгейлі банктер сіздің несиелік тарихыңыздың 2-3 жылына қарайды. Кейбір банктер даже 5 жылына да қарайды. Сондықтан міндетті түрде несиелік тарихыңызды қадағалаңыздар. Өздеріңіз, мен сіздерге сайт жазып кетейін, 1cb.kz. Осы сайттан сіздер ECP арқылы өздеріңіздің персональный кредитный отчет ПКО көрсеңіздер болады. Осы жерде сіздерде просрочка болса, барлығы шығып тұрады. Сондықтан кейбіреулер білмеуі мүмкін, микрозаймдар, либо атынан басқа біреу қарыз алып жатқандар, неше түрлі біздің баспана групп кеңсесіне келіп жатады. Менің историям идеальный, ешқандай просрочка жоқ деп, ертең біз өзімізбен бірге өзімізге жаңа келісімшартқа отырғызатын кезде персональный кредитный отчетін қарасақ просрочка алып тұр. Сондықтан мынаны алып қараңыздар, жылына 1 рет алу тегін. ECP-ңызды аласыздар, персональный на сайтқа кіресіздер. Түк қиындығы жоқ. Персональный кредитный отчет получить онлайн деген бар, соны басасыздар, ECP-ңыздың паролін тересіздер, болды. Өз отчетыңызды просрочкаңызды көрсеңіздер болды. Сондықтан одобрение алуға бірінші қадам ол сіздерде несиелік тарих жақсы болу керек. Енді сіздің несиелік тарихыңыз жақсы. Енді бұл жерде екінші ол жаңағы төлем қабілеттілікке қарайды. Төлем қабілеттілік. Төлем қабілеттілік деген не? Банк сізге несие беретін кезде сіздің жаңағы табысыңызға қарайды. Табысқа қарайды. Көбісі неофициально жұмыс істеп жатқандар без подтверждения дохода алып жатады. Ол без подтверждения дохода тиімсіз. Тек қана отбасы банкте жаңағы үйіңіздің 50% болса, оценочный показателіңіз 16 болса, депозитіңіз 3 жыл болса ғана 5%-бен аласыз. Қалған жағдайда, егер с подтверждением, мысалға қазір екінші деңгейлі банктерде стандарт программалар 16%-дан басталса, без подтверждения 20%-дан басталады. Сондықтан сіздер ұтыласыздар. Сондықтан төлем қабілеттілікке міндетті түрде қарайды. Бұл жерде төлем қабілеттілікте не? Пенсионка, егер жалдамалы жұмысшы болсаңыз, пенсионка 6 айына қарайды міндетті түрде. 6 ай пенсионка болу керек. Егер сіз ИП болсаңыз, енді бір банкке байланысты 1-2 жыл табысыңызға қарайды. Декларация бойынша. Пенсионка одан кейін мынандай көп ойлайды, мен 6 айдікін бірден қойып салсам бола ма? Жоқ. Пенсионка міндетті түрде ай-май тексеріп тұру керек. Егер сіздің жұмыс орныңыздағы бухгалтер дұрыс салмаса барып айтыңыздар. Жаңа ЕГОВтан алыңыздар анықтаманы. Ай-май түсіп тұру керек. Әйтпесе 6 айда бір рет құя салып банкке баратын болсаңыз, ол системадан өтпейді, сізге отказ келуі мүмкін. Сондықтан одобрение алу үшін ең бірінші төлем қабілеттілігіңізді жөндеуіңіз керек. Табысыңыз неофициальный болса заңдастырыңыз.
пенсионка міндетті түрде қарайды. Сондықтан сіз 6 ай пенсионканы қадағалауыңыз керек. Енді мынандай да болды, 4 ай менде пенсионка бар, 3 ай пенсионка бар, мен ала аламын ба деп. Негізі алуға мүмкіндік бар. Егер сіздің айлық табысыңыз жоғары болса, 4 айдан кейін ала аласыздар. Бірақ ол жерде сіздің 4 ай бойынша айлық табысыңыз қосылады да 6-ға бөлінеді. Сол кезде сіздің орташа табысыңыз төмендеп қалуы мүмкін. Ал орташа табысыңыз төмендесе, уровень одобрения сізде төмендейді. Отказ келу мүмкіндігі жоғары. Сондықтан міндетті түрде желательно 6 ай табыс болғаны жөн. Енді екінші, мысалға сіздің несиелік тарихыңыз жақсы, 6 ай пенсионкаңыз жүріп тұр, айлығыңыз жетіп тұр, иә. Үшінші, сізде ол жаңағы бастапқы жарнаға қарайды. Яғни міндетті түрде бастапқы жарналарыңыз болу керек. Өйткені бастапқы жарнасы ипотекалық бағдарламалар ол қазір уже практически жоқ десек болады. Сондықтан бастапқы жарнаңыз болмаса, сізде бәрібір банктен отказ келуі мүмкін. Өйткені сіздің бастапқы жарнаңыз болу керек. Ол жаңағы 20% немесе одан жоғары болу керек. Егер стандарттық бағдарламалар, ал мемлекеттік бағдарламалар бойынша 10%-дан бастап. Яғни бастапқы жарналарыңыз міндетті түрде болғаны жөн. Одан кейін одобрение алу үшін көп жаңағы біздің кеңсеге де келіп жатады, консультация алып жатқанда маған банктен отказ келді дейді. Қараймын, несиелік тарихы жақсы, төлем қабілеттілігі бар, жалақысы жоғары, бірақ бастапқы жарнасы бар, бірақ банктен отказ келді. Неге? Өйткені ол кісілер несиенің, ипотеканың мерзімін 5 жыл, 4 жыл, мысалы 25 миллионның кейін алады, 3 жыл, 4 жыл қалып жатады. Сондықтан уровень одобрения жоғары болу үшін ипотека мерзімін жаңағы ұзақ қылып алыңыз, ұзақ. Максимально ала беріңіздер. Неге? Өйткені сіз егер жаңа ипотека мерзімін азайтып алатын болсаңыз, айлық төлеміңіз көбейеді, ал айлық төлеміңіз көбейсе, сіздің төлем қабілеттілігіңіз төмендейді. Сондықтан банктен отказ келуі мүмкін. Сондықтан максимально мерзімге алыңыздар, одан кейін ертерек жауап тастасаңыздар болады. Досрочное, частичное погашение, досрочное погашение деген банк бар. Сондықтан ипотеканың мерзімін ұзағырақ қылып алыңыздар. Ұзағырақ алсаңыздар, сіздер уровень одобрения жоғары болады. Енді көбісі айтып, переплата көп болады. Әрине, егер ұзақ мерзімде несиенің жылдық мөлшерлемесі жоғары болатын болса, переплатаңыз көп болуы мүмкін, бірақ сізге ешкім запрет беріп отқан жоқ, досрочный жолы. Сондықтан мерзімін ұзақ қылып, ертерек, тезірек, жылдамырақ жауап тастасаңыздар болады. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Сіздің несиелік тарихыңыз жақсы, сіздің төлем қабілеттілігіңіз бар, 6 ай пенсионкаңыз түсіп тұр, айлық табысыңыз жетіп тұр, бастапқы жарнаңыз бар, ипотеканың мерзімін ұзақ мерзімде алдыңыз, но почему-то банктен отказ келуі мүмкін. Ол не себепті болуы мүмкін? Часто ол жаңағы сіздерде ол кредитная карта. Одан кейін жаңағы микрокредиттік организация МФО дейді ғой. Осылардан жаңағы несиелеріңіз болуы мүмкін. Сондықтан сіздер егер банктен ипотекаға өтінім беретін болсаңыздар, желательно бүкіл несиелеріңізді жауап тастаңыздар. Одан кейін кредитная карта Каспий Ред деген бар, өте жаман. Ол Каспий Ред жаңағы сіз айына 10-20 мың төлесеңіздер, бірақ сіздердің кредитная картаның лимиті шығып тұруы мүмкін де. Сондықтан егер сіздің кредитная картаның лимиті мысалға 50 мың десе, сіз вроде айына бір 5-10 мыңнан төлейтін болсаңыз, банкке барсаңыз сізде 50 мың қарыз ежемесячно деп шығып тұруы мүмкін. Сондықтан кредитная карта, не только Каспий Ред, басқа банктер кредитная картаны міндетті түрде жауып тастаңыздар. Даже сіздерде кредитная карта активированный болмаса да, оны жауып тастау керек. Одан кейін көп микрокредиттік организациялардан қарыздарыңызды жауап тастаңыздар. Егер сіздер микрокредит, жылдам ақша деген бар, олардан қарыз алатын болсаңыз, банк сізді ойлайсыз, сіздің төлем қабілеттілігіңіз нашар.
яғни сіз микрокредитный организацияға кім жолығады? Ол кімде жаңағы айлықтан айлыққа ақшасы жетпейді, срочно ақша керек болады, солар жолығады. Сондықтан даже несиелік тарифін жақсартамын деген адамдар болса, ол осы микрокредитный организацияға жылайтын жоламаңыздар, қарыздарыңызды жауып тастаңыздар. Енді 5 негізгі қадам осы, одан кейінгі қадамдар бар, но басында осыны қадағалағандарыңыз жөн болады. Несиелік тарифіңізді, төлем қабілеттіліктеріңізді, бастапқы жарналарыңызды, ипотеканың мерзімін ұзақ қылып, и жаңағы бар несиелерді жауып тастаңыздар. Енді көбіне сұрақ болады, жаңағы мен ипотекаға өтінім беремін, ипотека алайын дедім, менің кредитім бар, ол бола ма, болмай ма деп. Егер айлығыңыз жоғары болса, несие бойынша айлық төлеміңіз аз болса, ол кредитная карта емес, мысалға бір рассрочкаға товар алдыңыз, солай болса, ол запускается. Ал енді сіздің несиеңіз өзі 100 мың, жалақыңыз 200 мың болып ипотекаға өтінім беретін болсаңыз, скорее всего, даже сіздің расчетпен, өзіңіздің расчетыңызбен ипотеканы төлеуге жетіп тұрса да, долговая нагрузка деген бар. Сол бойынша өтпей қалып, сізге отказ келуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде несиелік тарихыңызды, несиелеріңізді қадағалап жауып тастағандарыңыз жөн болады. Так, комментарийді бір қосып жіберейік. Так, көрінді, түсінікті ғой, көрініп тұр ғой. Эфир сақталама, мен кешігіп қалдым, сөз болмайды дейді. Эфирді міндетті түрде сақтаймыз. Жақсы, бүгінгі айтылу керек тақырыптар қамтылды деп ойлаймын. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Әйелдер қауымы, сіздердің жеке мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осы эфирде отырған барлық жандар баспаналы болыңыздар, баспанасы барлар тағы да баспана алыңыздар. Байса қазағым байсын, үйлі болса қазағым үйлі болсын деген ұранмен осы эфирді аяқтаймын. Эфирді міндетті түрде сақтаймын. Тағы да бір қайталап көріп шықсаңыздар болады. Сау болыңыздар.